Небәрі 3 ақ заттан тұратын оладий. Кабачоктан осылай дәмді, керемет оладий жасап жегілеріңіз келсе, достар, міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Айранмен, қаймақпен, творожный сырмен әдемі үйлеседі дәмі. Ең алдымен осылай бір кабачогымызды, бір пиязымызды, бір зубчик чесногымызды жақсылап ашып, тазалап, жуып алатын боламыз. Өте керемет дәмді болып шықты. Қызым екеуміз бірден тез жеп қойдық. Бірінші рет жасағанбыз, өте қатты ұнады. Енді жиі жасап тұратын болдым мен. Енді осының бәрін жуып тазалап алып, әдемілеп теркадан осылай өткізіп алатын боламыз. Чесногымызды, кабачокты, пиязды. 2 кабачок оладий пісіретін болсаңыздар, 2 пияз қосыңыздар. Чеснок қостым мен, үйде бар болған соң, тәбетті ашып, әдемі қылады. Және де 1 кабачокқа 1 жұмыртқа қосылады. Описание бөліміне қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек жазып қоятын болам. Және де тұз, қара бұрышты қосып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Көз мөлшерімен кішкене ғана қосасыздар қара бұрышты тұзды. Және де осылай 2-3 қасық ұнымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осымен оладийіміздің құрамы дайын болды. Енді қызып тұрған табамызға майымызды құйып, кішкене ғана май құясыздар, көп құймаңыздар. Жайлап қасықпен құйып оладийімізді пісіреміз. Орташа жай отта әдемілеп 2 бетін пісіріп алыңыздар. Жай отта пісіріңіздер, газдың астын басып. Осылай 2 бетін аударып отырып, қызартып, әдемілеп пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап жеңіздер, өте дәмді, керемет болып шықты. Ағзамызға пайдалы, дәруменге толы оладий болды. Және де достар, менің каналымда плейлист бар, сол жерде өзіңізге керекті таңғы ас, және де кешкі ас түрлері, басқа да тағам түрлері, рецептілері бар. Сол жерден көрсеңіздер болады. Үй жағдайында неше түрлі дәмді тамақтар жасауға болады. Рецептері менің каналымда бар, достар. Менің каналымды жоғалтпамау үшін тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ал міне оладийіміз ақырындап әдемілеп қызарып пісті. Баршаңызға ас болсын. Видео рецепті ұнаса, лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер.